осындай керемет зонтиктер пайда болды. Ашамыз, жабамыз, ашамыз, міне жабамыз, ашамыз. 50 жазып түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарий бөліміне жазып кетсеңіздер болады. Және осы қазақи осындай түсіндірме қағазбен жұмыс жасау арналарына қолдау ретінде тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөліссеңіздер нұр үстіне нұр болатын еді. Ең алдымен осындай ат шетелей параны аламыз. Мен көрсеткендей қайырып, артық жерін қиып алып тастайтын боламыз. Сіздер де қиып алып тастаған болсаңыздар, арақты теріс айналдырып, осылай астыдан жоғарыға қарай қайырып, қаттырақ қайырамыз. Және мен көрсеткендей екінші жағын қайыратын боламыз. Және дәл осындай фигура сіздерде де шығуы тиіс. Және осылай қайырып, екі бетін қаттырақ қайырғандарыңыз өздеріңізге жақсы. Және қағазда мен көрсеткендей қайырып, барынша қаттырақ қайырыңыздар. Және мен көрсеткендей дәл осылай барлық беттерін қайырып шығатын боламыз. Міне барлық бетін осылай қайырып шыққаннан кейін сіздерде де осындай фигура шығуы тиіс. Содан соң осындай тағы бір қайтара дәл осылай біз қайыратын боламыз. Бұл жерде де сіздерге айтамын, барынша қаттырақ қайыруға тырысыңыздар. Араққа із түсіп, жақсы із түсетіндей болсын. Және сіздерде де осындай қиыншылықтар пайда болса, міне мен көрсеткендей қайшы немесе қолдарыңызда не бар, карандаш пайдаланып дәл осылай қайырсаңыздар, сіздерге жеңіл болады. Осылай қайырамыз. Және екінші бетін тоже. Әрине бұны қаттырақ із қалатындай, параққа із қалатындай қатты басыңқырап қайырып өту керек. Сол кезде біздің затымыз өте керемет болып шығады. Дәл осылай қайталау арқылы бүкіл жағын, бүкіл бетін істеп шығамыз. Жаңа айтқанымдай, барлық бетін біздер қатты басыңқырап бірнеше қайтара өткізіп қайыратын боламыз. Және осындай қайырылмай қалған жерлерге қайша, болмаса ручка, карандаш, қолыңызда не бар, сол арқылы дәл осы мен істеген секілді істесеңіздер болады. Және бұл сіздердің жұмыстарыңызды жеңілдететін болады. Міне бізде 4 бет істеп шықтық. Енді екі бетін былайынан қалған беттерін осылай ашып ортаға қалдырамыз. Және осы бетін тоже қайырып шығатын боламыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Дәл мен істегендей қайталап отырсаңыздар, барлығы керемет шығады. Мінекей осындай сәттерде ручка или қайшына көмегіне жүгініп, осылай істесеңіздер болады. Мінекей біз барлық бетін қайырып шықтық. Және біз бір бетін ашамыз, екінші бетін ашамыз. Осындай тегіс болып тұрған бетін біздер осындай зонтиктің домалақ тәріздес суретін салып, әрине шеткі бөлісіне, нерісіне тақап салғандарыңыз өздеріне тиімді болады. Дәл осылай сіздерге көрініп тұр деген үміттемін. Дәл осылай қиып біз зонтигіміздің үстіңгі бөлігін дайындайтын боламыз. Осы сызылған ізбен біз қиып шығамыз. Енді бізде осындай керемет зонтиктің үстіңгі бөлігі шықты. Мінекей қарасаңыздар болады. Қандай керемет. Біз дәл осылай енді дәл осындайдың екіншісі түрін дайындайтын боламыз. Мінекей біз дәл осы сияқты, бірақ дәл осылай жасап алдық. Бұл жерде тек өзгеретіні так біз біреу, екеу тоже дәл осылай. Оған да дәл осылай сурет саламыз. Бұл зор.
мінекейіңіз. Енді бұны аккуратно осындай болып шығады. Бұл жерде біз алдындағы жасағаннан өзгешелігі, бұл жерде осындай қиынды. Осылай қатты үлкен де емес, қатты кішкентай да емес, екеуі тепе теңдігін сақтап. Мінекей сіздерге көрініп тұр деген үміттемін қай жерге шейін кесілгені. Және осылай екі жаққа майыстырып алып қағазды үйретіп алсаңыздар да болады. Және бұны біздер ашамыз. Ашып біздер бұны ішкі бетке қайырып, қағазды ішкі бетке қайырып, осылайынан істеп қағазды ішкі бетке өткіздіріп аламыз. Және абай болыңыздар, жыртып алмауға тырысыңыздар. Сіздерде осындай шығуға тиісті. Және бұны біздер алдыңғы дайындаған зон тегімізге дәл осылай жабыстырып шығатын боламыз. Және анау өзінің узорларына келуін қадағалаңыздар. Сол кезде біздің затымыз өте керемет шығатын болады. Әрине күлді. Сіздер маған жағасыздар ма, маған жағасыздар ма, өз еркіңіз. Сіздерге қалай ыңғайлы, солай жасай берсеңіздер болады. Әрине бәрін сразу кілгеп тастамай, бір-бірден, екі-екіден бастап жапсырғандарыңыз өздеріңізге тиімді. Өте керемет. Дәл осы мен істегендей істейтін болсаңыздар, сіздерде бұдан да керемет шығатын болады. Мінекей өте әдемі шықты деген ойдамын. Әрине идеальный болу енді. Тоже осы бетін тоже осылай үйретіп алсаңыз қағазды өстіп жиналатын болады. Және осылай жақсы ойнап ашылып жабылып тұратын болады. Біздер енді бұның үстіңгі бетіне тоже әдемілік үшін бағана қалдық қиындыдан тағы үстіне бір қабат жасайтын боламыз. Бағана зонтиктерді қалай жасадық, дәл солай осы кішкентай қиындыдан да жасайтын боламыз. Әрине бұл сіздерге видео қызықсыз болмас үшін бұны айналдырып мен бұл жерін салмайтын боламын. Міне бізде осындай керемет шапчикасы шықты. Осы жерге әрбір узолына келтіріп өстіп жабыстырып шығатын боламыз. Әрине оған дейін біз бұны осы жердің алдын ала кесіп алайық. Алдағы уақытта бізге кедергісін тигізбес үшін. Кілемізді әдемі жарып аламыз. Енді әрбір узорға кигізіп шығуымыз керек. Осылай сол кезде біздің шапкамыз жақсы тұратын болады. Мінекейіңіз осылай дәл мен көрсеткендей істесеңіз өте керемет шығатын болады. Өте керемет шықты деген ойдамын. Өзіме ұнап тұр. Міне біз екінші жаңағы қағазымыздың қалдығы, оны да лақтырмаған сіздер деген үміттемін. Оны осындай обычный паста соған орап біз домалақ тәріздес шығаруымыз тиіс. Осылай орау арқылы біздер осындай ұзын таяқша шығарамыз. Бұны әдемілеп қиылайтын боламыз, ашылып кетпес үшін. Және бізде осындай керемет таяқша шықты. Таяқшамызды біздер тегістеп екі басын кесетін боламыз. Міне бізде осындай әп-әдемі таяқша шықты. Біздер ендігі біз астыңғы бөлігін кесетін боламыз. Көп кеспеңіздер, осындай көлемде кесіп сеңіздер сол жеткілікті. Және үстіңгі бөлігін тоже аккуратно көп кеспеуге тырысыңыздар. Көрдіңіздер ме? Былай майыстырған кезде ол өзінің үлкен көлемін ашылатын болады. Сондықтан
кішірек кесуге тырысыңыздар. Сіздер енді ана тесігін осылайынан қимай үлкейтіп аккуратно кіргізетін боламыз. Және басын кішкене кіретіндей қылып майыстырып жіберсеңіздер ештеңе де қылмайды. Бізде осындай керемет. Біз осындай басын кішігірім ұстатып қоюға осылай мен істеп жатқандай өйстіп кішкене мышжаңыздар. И біздер алдыменен үстіңгі бөлігін осылайынан әдемілеп отырғызамыз. Осылайынан бізге керек болады бағанағы қалдығымыз примерно осындай көлемде жеткілікті болады. Және бұған клейді барынша молырақ жабуға тырысыңыздар. Өйткені бұл біраз рөл ойнайды ұстап тұруға біздің зонтигімізді. Біздер сәл зонтигімізді жабамыз және осылай зонтиктің ұшы ілінетін болсын қағазымызбен бірге жабысып қалатындай. Және бұлар жабыса берсін, біз екінші астыңғы бөлігіне сәл жалпақтау, үстіңгі бөлігіне қарағанда сәл жалпақтау аламыз. Және бұған да молынан клейді әрбір бұрышына шейін жабуға тырысамыз. Және зонтигіміздің бас жағын ұстай тұрып бізде осындай керемет сәтті пайдаланып мінекей дәл осындай керемет бізде зонтик пайда болады. Көрдіңіздер ме? Ашамыз, жабамыз. Осындай керемет зонтиктарды. Және бізде мінекей бізде осындай керемет дүние. Бұның ұшын кесіп тастаймыз. Ешқандай пайдасы жоқ. Және жақсылап жабыстыратын боламыз. Және бұны біз осындай көлемде клей жағып біздің тұтқамызға салып ұстайтындай қыламыз. Және біз осындай көлемде қайырып біздің зонтигіміздің тұтқасын. Мінекей бізде осындай керемет зонтиктер пайда болды. Ашамыз, жабамыз, ашамыз, жабамыз, ашамыз. Осымен біздің көрсетіліміміз аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, подписаться жазып, түсінбеген жерлеріңіз болса комментарий бөліміне жазып кетсеңіздер болады. Және осы қазақи осындай түсіндірме қағазбен жұмыс жасау арналарына қолдау ретінде тіркеліп лайк басып достарыңызбен бөліссеңіздер нұр үстіне нұр болатын еді. Сіздерге ұнаса біз жұмысымызды тоқтатпаймыз.